Ақбота Шерханмен нақты нүктесін қойды. Ақбота мен Шерхан арасындағы махаббат хикаясы осымен бәрі бітті. Бұл туралы Ақбота Инстаграм желісіндегі парақшасында хабарлады. Сіздер мені түсінесіздер деп ойлаймын. Мүмкін түсінбессіздер. Ешкімге ренішім жоқ. Қолымнан келгенше менде күрестім бүгінгі күнге дейін. Тағдырыма жазғанын көреміз. Сынуға, қайғыруға уақыт жоқ. Не көрмеді бұл жүрек. Баршаңыздың қолдауларыңызға көп рахмет. Менің өмірімдегі тірегім, мен үшін қандай жағдай болмасын бәріне дайын жалғыз жан бар. Ол анам. Анам бізге талай қолдау көрсетіп, біздің жұптың ғұмырын ұзартып келді. Шерханға баласы ретінде қарап, ақылында айтты. Соңына дейін қолдады, бірақ ананың да баласы үшін шырылдайтын жүрегі бар. Анамның да қой, бота деп айтпасқа амалы қалмады. Шерхан бүгін мамаң мен атаң қарсы болуына кім кінәлі деді ғой. Оған кінәлі тек ол өзі. Ал оның туғандарының қарсы болуына кінәлі бір ғана адам, ол мен. Шындыққа тура қарау керек. Кінәні өзгеден іздемеу керек. Анам бірақ сонда да бүгін менің ойым осы, бірақ енді өзіңді тыңда деп жіберді. Бүгінгі шешім сана мен ақылға салынды. Мен үшін оңай болған жоқ. Махаббат жеңеді деп жатады. Біздің жағдайда махаббат жеңілді. Махаббатты жеңдіруге бірнеше мүмкіндік екі жақтан да болды. Бірақ біз сол мүмкіндіктерді дұрыс пайдалана алмадық. Талай пендешілік жеңіп кетті. Кейде шапалақтан да ауыр сөз. Сөз сүйектен өтсе, көңілге кірбің түседі. Көңіл шыны тәрізді. Бір шытынаса қалпына келтіру қиын. Менді көңіл өкінішке орай мұқалды. Қызымыз Бота өзінің әсерлі жазбаларын қорытындылай отырып жазды. Естеріңізге сала кетейік, Бота мен Шерханның ажырасуының басты себебі Шерханның анасы мен туыстары. Ақботаның анасы екеуін қанша қосуға тырысқанымен нәтиже болмады.